Үндемейсіздер ешқайсыларыңыз. Жаңа айттым, бір нәрсе орын алу керек, біз сосын барып қимылдаймыз. Өздеріңізге қатысты. Оған дейін тікелей бір сөз тимейтін болса, үндемей отыра береміз. Олай болмайды. Қараңыздар, зерделеңіздер, ұсыныс беріңіздер. Алдын алу керек. Анықтап, қатаң шаралар көрілу керек оған. Айыппұл түсінікті салғандарыңыз, ол енді 896 мың теңге деген не ол? 22 жыл 536 мың теңге ол үлкен қаражат емес сондай. Оған олар тоқтай қоймайды. Мораторийде отыра береміз онда, сатып білгендерін істей берсін ба сонда? Қалай бұл? Анықталып жатса, сіздерде сондай бір сезіктеріңіз болса, бір деректер алдын ала болса, шықпайсыздар ма прокуратураға бәріне рұқсат сұрап? Енді ол отыра береміз сонда мораторийде? Не істейміз сонда? Сылтау іздемеу керек, жұмыстың болатын жағын іздеу керек. Біз үнемі сылтау іздейміз. Бір сұрақ қойсақ, соның жауабы дайын тұрады. Анарада болмайды, нарада болмайды, нарада моратория, олай болмайды. Болатын жағына қарай жұмыс істеуіміз керек, нәтижеге қарай, сылтау іздемей. Түсінікті ма? Жұмыс жасаңыз, ұсыныстарыңыз беріңіз, сонда кедергілер болып жатса сізге. Сіз біліп тұрсаңыз, соны сезіп жатсаңыз, дәріханаларда сондай жағдай орын алып жатқан, мораторийға байланысты тексере алмай жатсаңыздар, беріңіздер онда ақпарат болса.